Сәлем достар, бүгін біз осындай өте дәмді трубочка жасайтын боламыз. Ол үшін бізге 200 грамм майға 500 грамм ұнымызды салып үгітеміз. Содан кейін 50 грамм сахарды алып, осыған қосамыз. Осыдан кейін бір жұмыртқаны толық қосамыз, ал бір жұмыртқаның ағы мен сары уызын бөліп аламыз. Оның ақ уызын қосамыз, ал сары уызы трубочканың бетіне жаққанға кетеді. Осының барлығын араластырамыз және осыдан кейін тағы да ұн қосып қамыр илейміз. Содан кейін 50 мл сүтті қосып, тағы да осыдан кейін тағы ұн қосып қамыр илейміз. Қамырды жұқалап жайып, осылайынан кесіп шығамыз. Кескеннен кейін формада орап аламыз. Яғни, егерде сіз форманы жасауды білмесеңіз, онда менде бөлек видео шығаратын боламын. Осылайынан орап шығасыздар. Осыны табамызға салып, оның бетіне сары уызымызды жағамыз және оны духовкаға 200 градуста қызып тұрған духовкаға 20 минутта пісіріп аламыз. Оны суытуға қойып қоямыз. Суытуға қойғаннан кейін кремін дайындаймыз. Сіз өзіңіз кез келген кремді қолдансаңыз болады. Осылайынан кремді салып аламыз. Және мен кондитерлік мешокты алып, менің насадкамның размері 353 размерде. Осыған мешогымызға кремімізді салып аламыз. Өздеріңіз тексеріп көрсеңдер болады, өте әдемі формада шығады. Осыны трубочканың ішіне саламыз. Барлығына осылай істеп шығамыз. Міне осымен дайын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Сау болыңыздар.